Sarı ағаш, яғни көк бояу. Бұл күзде жапырақ төгетін бұта тектес өсімдік. Биіктігі 1,5-2 метр. Көп бұтақты келеді. Тамыры жуан әрі ұзын, сары түсті, өте кермек дәмді болады. Жапырағы қысқа бұтағында топтанып өседі. Кішкене жапырағы төңкерілген жұмыртқа формалы, бүтін жиекті болады. Топтасқан жапырақтың астында үш ашалы, бірі ұзын, екеуі қысқа қатты тікені бар. Шашалы гүл шоғыры кішкене сары түсті болады. Жидек жемісі домалақ чар тәрізді, піскенде қаралтқым қызғылт көк түске өзгереді. Жатаған тауларда, қалың орманды, өзенді сайларда, жылғаларда, тау беткейлеріндегі бұталар арасында өседі. Сары ағаштың тамыры, қабығы, жемісі емге қолданылады. Тамыры мен қабығын жылдың әр мезгілінде көбінесе көктем мен күз айларында жинап алып, тазалап, жапырақтап, турап кептіреді. Тамыр және сабағының қалың қабығының астындағы сары астары ірі болады. Дәмді, ащы болады. Ем болатын аурулары: бірінші, бактериялық дизентерияға, ішек асқазан қабынуға 15 грамм сары ағашты суға қайнатып ішеді. Екінші, тамақ қабынғанда, ауыз ойылғанда сары ағаш тамыры қабығымен сары марал шөптен 6 граммнан суға қайнатып ішеді, ауызды шаяды. Үшінші, қайталамалы сүзекке 2 грамм сары ағашты турап, оны 10 литр суға қайнатып, 5 литр қалғанда 70-100 миллиграммнан күніне 2 рет ішеді. Кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына сары ағаштан 30 грамм, тұт ағашы қабығынан 15 грамм, қылшадан 12 грамм, қоңырау гүлден 9 грамм талқандап, 3-ке бөліп қайнаған сумен ішеді. Емдеу мерзімі 10 күн. 5-ші рецепт: ауыз ойылғанда, тамақ ауырғанға 15 грамм сары ағаш тамырын суға қайнатып, ауызды күніне бірнеше рет шаяды. 6-ші, қан қысымы көтерілгенде сары ағаш жемісін әбден піскен кезде жинап алып қайнатады да, қабығын, тұқымын сүзіп тастап, қант қосып ішеді. Құрамында С витамині көп болғандықтан жүрек, қан тамыры ауруларына пайдасы көп. Жемісі 2 түрлі әдіспен өңделеді. Бірінші, қақ кептіру. Жемісі толық піскен кезде мол етіп жинап алып, жуып тазалап, шыны ыдысқа шымырлатып қайнатады. Жеміс қабығы мен тұқымы езіліп, су бетінен шыққанда суы күреңітіп қоюланады. Осы кезде тұқымын, қабығын сүзіп алып тастайды. Сүзілген шырынды қайта қайнатып, қоюланғанда таза майда тақтайдың бетіне көк бояу шырынын жаймалап құйып, аңызғақты тегіс жерге бірнеше күн кептіреді. Кепкен соң ептеп сыдырып алып, таза сақтаса, жылдың қай мезгілінде болса да дәрі жасай беруге болады. Екінші, тосап қайнату әдісі. Тазаланған жеміске суды молырақ құйып қайнатып, дәкеден өткізіп, алдын ала дайындалған резеңке тығыны бар құмыраларға қажетіне қарай құйып, тығынның аузын бекітеді. Сасыр. Бұл да көп жылдық шөп тектес өсімдік. Биіктігі 50-200 сантиметр. Ерекше сасық иісі бар. Негізгі тамыры жуан, жұмыр немесе ұршық формалы, сыртқы қабығы қарақоңыр түсті. Тамырының жоғарғы жағы айналшық, қыртысы сызықты. Сабағының түп жағында жапырақ сабағының талшық тәріздес қыруар қалдықтары болады. Түп жағында өсетін жапырақтары ұзын сағақты, сабағындағы жапырақтары кезектесіп орналасады. 2-3 қайталанған қауырсынды күрделі жапырақтары бар. Жапырақтары қауырсын айрықты таспа тәрізді болады. Сары түсті күрделі шығырша гүлі сабақ басында өседі. Қос тұқымды жемісі жалпақ әрі сопақтау болады. Шөл далада, бөктерлі тауларда өседі. Сабағынан шығатын сүт тәрізді сұйықтық дәріге қолданылады. Гүл ашудан бұрын сабағын түп жағынан кессе, ақ түсті сұйықтық бөліп шығарады. Мұны сақтап қойса, бірнеше күннен кейін өздігінен қатады. Онан соң сабағының бір жерін кесіп, онан шыққан сүт
sütü suyuqluğun katırıp aladı. Onun sütü tausılgança oslay jasay beru gerek. Katıp kalgan tübürlerin kölönkede keptirip azırak örükten nemesi şabdoldanın kosup talkandap saklaydı. Tamırlarının sırtın kırıp sütü çıkarıp katkandan keyin jasasa da nemesi tamırlarının kabıgın kırkıp taslap keptirip talkandap jasasa da boladı. Demi aşı uğsuz geledi. Birinci, jүйke elsizliğinden uyku kaçkanda 0,3 gram sasır çayırın yuktar altında kaynagan sumen içedi. İkinci, kengirdekçilerin sozulmalı kabıdığına demikpegi жылқы майынан 100 gram sasır çayırından 10 gram kosup жылтып aralastırıp gününe 2 ret 10 gramdan içedi. Üçüncü, işkewip az sіңбегенде 2,5 gram sasır çayırın kaynagan sumen gününe 2 ret içedi. Dördüncü, çiğkan sızdavuk jaralarının auzı çıkpaganda sasır çayırının az mölçerde alıp jaraga tаңса auzı çıgadı. Ağırganı basıladı. Beşinci, mıy jүйкелерine soğuk tiyuden dene мүшелерinin selkildewine bas aynalıp jığılou, мүшелерinin sezimsizlenüvi, siresip kaluu sekildi navkaslarga belgili mölçerde sasır çayırın içkisi em boladı. Arak kosup içse taramız tüyülü terizde ağıruğa paydası zor. Altıncı, sasır çayırın aralastırıp közge tаңса közdün kuatını arttıradı. Tüsken aktı joyadı. Жетінші, sasır çayırından az mölçerde alıp tistin kurt jegen kuusuna koysa ağırganı basıladı. Nemesi ağırgan tistin sırtına tаңса da boladı. Sekizinci, sasır çayırın küydürüp jatırdı ıstasa nemesi ezilgen sasır çayırını däkine çılap jatırdın moyununa koysa iştegi ölgen balanı түсüredi. Dokuzuncu, askazan kepkende jane iştegi jeldi ayda üçün 6 gram sasır çayırın gününe 2 ret içedi. Paylanı mölçeri 6 gramdan 2 gramga deyin. Sasırın kuramında uçpa may ağaç jelme sasır kışkılı var. Süyöl kına, nemesi sakaldı kına. Süyöl kına, kına tektes ösümdük. Butakları cingişke eri uzun. Karagay nemesi samırsındardın butağına oralı ösedi. Tor terizli boladı. Bükül kınası aşık, jasıl tüstü, sındırganda makta terizde sat çıgaradı. Kalın karagaylı samırsında tavlı ormanlarda ösedi. Tianşan Altay tavlarında köp taralgan. Bükül ösümdüge derge koldanladı. Jaz ben küzde jinap alıp keptiredi. Dämi tätti uğsuz boladı. Islıktı basadı, uuttu kaytaradı. Kandı tiyadı, jötölді toktatıp kakırıktı tüsüredi. Birinci, sırtkı jarakattan kan akkanda süyöl kınasından az mölçerin talkandap jaraga jagadı. İkinci, süyöl kınadan 9 gram, tay tuyaktan 6 gram kosup talkandap soğum çiğkan istiklerge jagadı. Üçüncü, akkır köbeygende süyöl kınanın 120 gramını alıp örtep külün kızıl arakpen içedi. Dördüncü, tışkan korukka limfa jane emçek bezinin kabılığına süyöl kınanın belgili mölçerin talkandap suğa ezip isken jerge jagadı. Suğa kaynatıp julsa da boladı. Beşinci, sırtkı jarakattın eriңdewine жылан çakkanda koldanады. Paylanuu mölçeri 3,9 gram. Süyöl kınanın kuramında süyöl kına kışkılı var. Soyku, nemesi sarı soyku. Tig ösötün, japırak tögötün buta tektes ösümdük. Biyiktigi 50 santimetr nemesi budan da biyiktev. Sabağı жылтыр, tüksüz tamırı kızgılt sarı tüstü, butağı jasıl tüstü, kezektesi ornalaşkan japırak butak basına toptasıp ösedi. Keri kandavır terizdes, uzunluğu 3,6 santimetr. Japırak şu üçgül, bütün jiyekti, sabak jebesi kıska, japrağının beti jasıl tüstü, aslı akşıl geledi. Sabak şunda çaşagül ösedi. Jemisi jumurtka formalı, kızıl tüstü, mausum ayında açıladı. Çildede jemis beredi. Tağlı jerde orman arılarında ösedi. Xitayдың Gansu, Shanxi, Sichuan, Qinghai
қатарлы өлкөлөрүндө таралган. Жылдын кай мезгилинде болсо да алууга болот. Тамыр кабыгы менен сабак кабыгынан дәрі жасалады. Кермектүү ашшы дәмді, аздап уу бар. Birinci, çumurçaқты қара жел ұстап ауырғанда 4,5 грамм сойқы мен 9 грамм қызыл мияны суға қайнатып ішеді. Екінші, бел аяқ қақсағанда сойқыдан, бір салардан, қарандыздан, марал балдырғаннан, қой балдырғаннан, арпа берияннан, қызыл миядан аздаған мөлшерде суға қайнатып ішеді. Үшінші, аяқ қол жансызданғанда 9 грамм сойқы мен 10 тал тауық жұмыртқасын суға қайнатып, күнде таңертең және кешке бір жұмыртқадан жеп, сорпасынан 1-2 қасық ішеді. Суықтан тымау тигенде сойқыдан 6 грамм зімбір ұзын сарымсақтың ағынан қосып суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 3-6 грамм. Сона, денесі сұрғылт түсті, арадан үлкен, басы да көзде арадан үлкендеу, кеудесінде 3 жұп аяғы, арқасында 3 қатар ақ жолақ сызығы бар. Бауыр жағы жалпағырақ, 7 буынды келеді. Қанаты мөлдір түсті болады. Сиырдың, жылқының қанын сорып күнелтеді. Еркек сона қан емес, өсімдіктердің чырынын сорады. Мал шаруашылығымен айналысқан аудандарда мекендейді. Ұрғашы сонаның бүкіл денесі дәрі болады. Жаз бен күзде сонаны ұстап, ішін жарып алмау керек. Өлтіріп, жіпке байлап, еліп кептіреді. Азырақ қуырып та сақтайды. Кермек дәмді улы болады. Ем болатын аурулары үйған қанды ыдыратып, ісікті қайтарады. Бірінші, етеккір келмей, іш сыздап ауырғанда піскен оймақ гүлден 120 грамм сонаның басы мен қанаты алынған сона сүлік шаптол дәнінен 50 данадан алып, келге салып, түйіп талқандап, жылы арақ пен бал араластырып, оқ-дәрі жасап, ашқарында ішеді. Екінші, ісік қайтару үшін сона мен өңделген қарағай шайырынан белгілі мөлшерде талқандап, балшық дәрі жасап, ісінген жерге таңады. Қолдану мөлшері қайнатпа дәріге 1,5-3 граммға дейін қажет.